Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге өте жұмсақ булочка дайындаймын. Ең алдымен 600 грамм ұнымызды таза ыдысымызға дайындап аламыз. Екінші ыдысымызға қайнап тұрған сүтімізді құямыз, қантымызды саламыз, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық тұз салып араластырып отырып, 1 жұмыртқамызды салып араластырамыз. Жұмыртқамыз пісіп кету мүмкін, сол үшін сразу араластырамыз. Құрғақ ашытқымызды салып, венчикпен араластырып аламыз. Бірінші этапта дайындап алған ұнымызға жаймеңдеп отырып, құйып, қамыр илейміз. Осылай араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Барлығын бірден құйып жібермейміз. Жаймеңдеп отырып, құйып, араластырып, қамыр илеп аламыз. Ендігі кезекте бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Сары майымыз ерітіп, бір-біріне араластырғанша қамырымызды илейміз. Бейнеде көргендеріңіздей жасасаңыздар, сіздердің булочкаларыңыз керемет болып шығады. Қамырымызға сары майымыз сіңіп кеткенше жақсылап илейміз осылай қолымызбен. Қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте ыдысты өсімдік майымен майлап аламыз. Майлап алған ыдысымызға қамырымызды салып, пищевой пленкамен орап қоямыз. Отыз минутқа қалдырамыз. Вау, қараңыздаршы, қандай керемет қамырымыз ашыды. Ыдысымыздан қамырымызды алып, дастарханымызға қоямыз. Қолымызбен 1-2 жайып, оқтаудың көмегімен бір келкі қылып жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Ендігі кезекте бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап қолымызбен жағып аламыз. Сары майымызды жағып алғаннан соң, қамырымызды бірін үстін біріне жабыстырып аламыз. Сосын бір келкі қылып кесіп аламыз шетінен.
Кесіп алғаннан соң, бейнеде көргендеріңіздей булочкамызды жасаймыз. Айландырып, жабыстырып аламыз. Жасап алғаннан соң, листке пергамент қағазын төсеп алып, булочкаларымызды арақашықта орналастырып алып, пищевой пленкамен орап шығамыз. Осы сәт маңызды 10 минутқа қалдырамыз. Сонда булочкаларымыз әдемі болып көтеріледі. 10 минут өткеннен соң, пищевой пленкамызды ашып, қараңыздаршы қалай көтерілген булочкаларымыз. Жұмыртқаның сарыуызына біраз қасық сүтімізді қосып, жақсылап араластырып, булочкамызға жағып аламыз. Бетіне мак немесе күнжут сепсеңіздер болады, қалауларыңыз бойынша. Булочкаларымыз дайын болды. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Қараңыздаршы, әдемі болып пісіп жатыр. Булочкаларымыз пісті. Өте жұмсақ, қараңыздаршы, жақсы көтерілген. Сіздер де жасап көріңіздер. Күніге жасайтын булочкаларыңыздың біріне айналады. Сіздермен болған Жансая, қоңырау батырмасын басып, тіркелуді ұмытпайық. Пікірлеріңізді жазыңыздар. Мен үшін өте маңызды. Ендігі бейнеде кездескенше сау болыңыздар.